Қазақ елін жата келіп жамандағанда, жақсы елді сізге кім тауып береді? Елі жоқ, жері жоқ, отаны жоқ, территориясы жоқ, мемлекеттік ән ұраны жоқ, қаншама ұлт пен ұлыс бар. Қазақ, сен бақыттысың. Арма алталаш барма текті қазағым. Мен бүгін хабарды еліміздің болашағының өркендейтініне, тәуелсіздігіміздің тоғырлы, жастардың көрер қызығының көп болатынына үмітті сенімен хабар жүргіземін. Әр хабарымның соңында айтарым, жақсы күнде қайта жолыққанша. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегенді үзбей айтып келемін. Дәл осы хабарыма бұрында тиек болған мына мысалды айтайын. Әр істің қайыры бар. Жақсы болсын, жаман болсын, кедейлік болсын, қымбатшылық болсын, дағдарыс болсын, бәрінің бізге жасайтын қайыры бар. Өткен заманда бір патшаның ақылды уәзірі болады. Ол патша серілік қуып аңға шығады. Әр аңға шыққан сайын ақылды уәзірін ертіп алады. Бір күні осындай аң қуып жүрген кезінде оқ салып беріп көмектесіп жатқан уәзірі жаңылып қалды ма, әлде патшаның өз ағаттығы ма, оқ бір саусағын жұлып алып кетеді. Қатты ашуланған патша ол жерде мінез байқатады. Ал уәзір болса еш абыржымай сабырлы түрде бұның да қайыры бар дейді. Дәл осы сөзге қатты ашуланған патша, бұның не қайыры болады, бір саусақтан айырылдым, деп уәзіріне қатты ренжіп зынданға жібереді. Ал патша күн өтеді, ай өтеді. Және де серілігін тастамай басқа нөкерлермен аңға шығады. Дәл осы аңға шыққан сапарда ыңғайсыз оқиға туылып, бұларды өзге жақтың адамдары, қарақшылары бұлап алып кетеді. Барған жерінде оларды басқа аймаққа құлдыққа сатады екен. Ал құлдықтың шарты барлық адамның дене мүшесі толық сау болу керек. Осы сәтте патша ғана аман құтылады, өйткені бір саусағы кем. Қайта елін табып, зындандағы уәзірін, досын құтқармақшы болады. Шынымен де қайыры болды. Саусағым жұлынғандығы себепті мен басқа аймаққа құлдыққа кетпедім. Менің уәзірім дұрыс айтыпты деп зынданнан шығарады. Ал мен кеш, сен дұрыс айтыптың. Қаншама жыл азап тарттың зынданда дейді. Уәзір айтады, бұның да қайыры болды дейді. Патша және таң қалады. Неге дейді? Егер мен зынданда жатпағанымда, сізбен бірге қайта мәрте аңға барғанда, сол қарақшылардың қолына түсіп, мен аман оралмас едім. Зынданда қалып қайта сізбен қауыштым дейді. Міне, әр істің қайыры бар дегенді осы мысалмен салыстыруға болады. Біздің қазақ еліндегі шикізат қорының молдығы, кәсіптенуге мүмкіндіктің мол екендігі, кең даламыздағы байтақ өлкеміздегі алуан байлық бізді әлі талай мүмкіндіктерге жетелейді. Еш үмітсізденуге болмайды. Уақыттық қана қиыншылықтарды біз қалай жеңеміз? Астана төріне өндіріске, ауыл шаруашылыққа, мал шаруашылыққа, күндегі тұтыну бұйымдарына, дамуға керекті құрал жабдықтар, өндіріс аспаптар және түрлі машина жабдықтар келіп жатыр. Дәл осыны пайдаланатын болсақ, біздегі қалдықтарды, шикізаттарды, мал шаруашылықтағы тері, жүн, түрлі заттарды қайтадан өндіріске айналдырсақ, бізге көп пайдасын тигізеді. Қазақстан тек қана импорт емес, экспортты да қолға алатын болса, біз әлемге жол тартамыз. Бүгінгі хабарды мен осы мақсатта жүргізіп жатырмын. Бұрын біз ылғи да шетелден таситынбыз, көбінде шикізат қор болып қалатынбыз. Ал енді біздің елге өзге дамыған елдердің өндірісі, мықты елдердің тауарларымен қоса жабдықтары келіп жатыр, зауыттары келіп жатыр. Енді біз олардан тауар таси бергеннің орнына зауыттарын, өндіріс ошақтарын өз елімізде құратын болсақ, шикізат шетелге сатылмайды, өзімізде қалады. Ол жерде қымбатшылықтың алдын алуға болады. Бізге неге қымбатшылық артып тұр? Көп тауар шетелден келеді. Ол жерге бажы салығы бар, келу-кету жағы бар. Тасымал баға бәрі қосылады. Егер өз елімізде отандық тауар молынан шығатын болса, бізде Қытай секілді арзан тауар жасауға болады. Және маңайымыздағы көрші елдерге сатуға болады. Біз осыны қолға алып жатырмыз. Бұл жақын жылдарда іске асады деген ойдамыз. Қазақтың жастарының санасы ояу, үміт басым.
Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қара көздің көрер қызығы көп болсын. Құрметпен тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Жақсы хабарда қайта жолыққанша.